Сәлеметсіздер ме? Құмырсқалардың жұмыртқасынан тағам дайындайтынын білетін бе едіңіз? Қызық екен арнасына қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге планетамыздағы ең қызықты және еңбекқор тіршілік иесі құмырсқалар туралы түрлі қызықты ақпараттармен таныстыратын боламын. Олай болса, осы бейнероликтің соңына дейін көруді кеңес етемін. Ұмытпай тұрғанда арнаға тіркеліп, мені бір қолдап қойыңыз. Жер шарында құмырсқалардың 12 мыңнан астам түрі бар екенін білесіз бе? Бұл керемет жәндіктерді Антарктидадан басқа барлық құрлықтан табуға болады. Олар кішкентай қара бақша құмырсқасынан бастап жауыз оқ құмырсқаға дейін әртүрлі түсте, әртүрлі пішінде кездестіруге болады. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Осы мирмеколог мамандардың арқасында бізге түрлі қызықты деректер белгілі болды. Құмырсқа жер жүзінде ең көп тараған жәндік және жоғарыда атап өткендей бірнеше түрі бар. Оның ең қауіптісі мұртты құмырсқа. Ол өте улы болып келеді. Тіпті жыланнан да шаяннан да қауіпті. Ол Африка жерінде мекендейді. Бұл жәндік жолында кездескеннің барлығын жайпап тастайды. Тіршілік үшін осылай күрескен құмырсқаның аталығы 3 см, аналығы 5 см болады. Және бұл ең ірі құмырсқа болып табылады. Құмырсқаның жұмыртқасы жұмыртқа емес дернәсіл болып табылады. Оны Африка мен Азия елдерінде тағам ретінде қолданады. Себебі оның құрамы ақуыз бен майға толы. Құмырсқалардың илеуін көрген боларсыз. Құмырсқалар отар болып өмір сүреді. Құмырсқалар отарын құратын аналығы негізінен 5-6 жыл, кейде 12 жыл өмір сүреді. Тіпті өмірі 20 жылға жететіндері де бар. Жұмысшы құмырсқалар, ұрғашылары да, еркектері де жем іздеу, ұя салу, балапандарды күту сияқты тапсырмаларды орындайды. Құмырсқалар бір-бірімен қалай байланысады деп ойлап көрдіңіз бе? Олардың феромондарды қолданатын таңғажайып химиялық сигналдық жүйесі бар. Бұл заттар құмырсқалар арқылы шығарылады. Азық-түлік көздері, қауіп, тіпті ресурстарды табу жайлы туралы хабарлай алады. Бұл құмырсқалардың әрекеттерін тиімді үйлестіру үшін бір қолданылатын күрделі тілге ұқсайды. Құмырсқалардың тағы бір керемет қасиеттердің бірі навигациялық қабілеттері. Олар визуалды сигналдар, жердің магнит өрісі, тіпті қадамдарды санау механизмі сияқты түрлі әдістерді қолдана алады. Ұзақ уақыт қоректену экспедициясынан кейін ұяға қайта орала алады. Бұл кіріктірілген GPS жүйесі сияқты. Құмырсқалар табиғаттың кішкентай бағбандары. Олардың тұқымдарды қалай шашатынын байқадыңыз ба? Өсімдіктерден тұқым жинап, ұяларына апарып отырады және қабығын тастайды. Бұл өз кезегінде өсімдіктердің түрленуіне, өсуі мен жақсаруы үшін маңызды процесс болып табылады. Құмырсқалар бірнеше қызмет түрлерін атқара алады. Күзетші, тасымалдаушы, құрылысшы, тағы басқа. Мысалы алып қарайтын болсақ, әскер құмырсқалары. Үлкен отар болып жүріп, жолындағының барлығын жалмап өтеді. Әскер құмырсқалар, бауырмен жорғалаушылар немесе кішкентай сүтқоректілер сияқты үлкен олжаларды аулай алады. Тағы айтып кететін қызықты дерек. Құмырсқалар жер бетіндегі ең көне тіршілік иесі болып табылады. Ғалымдардың айтуы бойынша алғашқы құмырсқалар 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ал құмырсқалардың ең жақын туысы аралар. Бұл жәндік күніне тек қана 5 сағат ұйықтайды. Құмырсқалардан және оның жұмыртқасынан тағам жасайтын жоғарыда айтып өткенмін. Мексиканың ең танымал тағамы эскимола осы құмырсқадан жасалады. Және де Азия елдерінде құмырсқаның жұмыртқасын қуырылған, тұздалған тамақтарға қосып жейді. Бейнероликті аяқтай келе сіздерге айтылған деректер ұнады деген ойдамын. Мені қолдап, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Айтар ойыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіз. Назар салып тыңдап қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған қызық екен арнасы.